шугарик мастер әйел адам болса да болмайды ма? Болмайды. Өйткені шариғатымызда адамға көрінудің 5 түрі болады. Соның біреуі әурет жерлер болады. Негізгісі әурет жерден ашып көрсете беру себепсізден себепсіз бұл күнә болып есептелінеді. Тек қана ауру болса, қолы жетпесе, басқа жағдай болса, сол кезде ғана басқа адамға жүгінуге болады. Әйелі жоқ болса, күйеуі жоқ болса деген сияқты. Басқа уақытта бір-бірінің әуретін ашу бұл ауыр күнә болады. Керек десеңіз өлген адам, тірі адам емес, өлген адамның өзінің әуретін жауып қояды. Жуған адам ашпайды. Соның астына қолын салып, басын былай қаратып, қарамай, қолына қалың перчатка киіп, перчаткамен жуады, қолғаппенен. Ереже солай айналайындар. Біреудің көзің аман болсын десең, біреудің әуретіне қарамаңыз және көрсетпеңіз. 4 мазхабтың ақидасы бәрі бір ақида, ахли сунна вал жамаа. Тек жұма намазға баратындар туралы ойыңыз қабыл болсын дейміз, иншалла. Сол үшін осы жерде отырмыз, дінге шақырамыз, Алла жүректеріне иман берсін. Сен де сол кезде бір уақытта едің, сонда едің, мүмкін одан да жаман едің. Тек қана жұма намаз оқитындарды шұқымаңыздар. Оларға мүмкін көмек беріңіздер, жақсы сөз айтайық, мінез көрсетейік, бір-бірімізді шұқып, жерден алып жерге санғаннан біз өспейміз, өнбейміз, дін одан күшеймейді. Қайта сол тек қана жұмаға барып жүргендерді мазақтап, жұмабай деп өзінше, сол жұмабайдан жете алмай қалуы мүмкін. Сондықтан соған шүкірде Алла қабыл қылсын, амандық бенен соған 5 уақыт жығылуын Алла нәсіп етсін деп дұға қылғандарыңыз артығырақ екенін ұмытпаңыздар. Сиқырдан қалай құтыламыз? Сиқырдан құтылудың дұғалары бар, соқтануы бар, осы жерде бар. Оразада қарыз күндерін ұмытып қалсам, жобалап алып ұстай бересіз. Қанша күн қалды, мысалы, ол саны маңызды емес, артығымен ұстай бересіз. Трансгендер, оқып үлгермей қалдым. Ережесіз спорт кішкене таласты мәселе. Пилинг әурет жабық болу керек. Наша шегіп, ораза ұстауға болады дейді. Сәләфтар болады дейді. Сәләфтар не қыласын? Мынау достарыңыздан насихаттасақ, достар келеке етеді, имам дегенде олар не істейді? Амин. Имам деген басшы деген сөз. Амин, басшы болмайсың ба? Не жаман ал? Сен имам деген сөзге намыстанып жүрсің ба не? Ештеңе жоқ. Мені тикток молда деп жатыр ғой, ештеңе жоқ. Намыстанып жаным шығып бара жатқан жоқ. Әртүрлі сөздер айтылып жатыр. Айта берсін, не істейміз енді? Алхамдулилля, Құдай көтерсін. Сені түсірім деген адамды Құдай көтереді, егер Құдай түсірмесін адамды. А сені түсірім дегенді онда ешкім көтере алмайды. Сондықтан Алла көтерсін, жаным. Айтса айта берсін, ода тұрған егер. Имам деген сөздің бір мағынасы басшы деген сөз. Басшы болмайсың ба? Қазаққа имам деген патшаға айтылады. Президенттің бір сөзі имам деген сөз. Имам болу да басшы деген сөз. Ол тек қана мешіттегі имам емес ол. Бізде ғой тек қана сондай мағынада қолданады. Ол негізі бірнеше мағына қамтиды. Имам бол, айналайын. Қазақ халқында өзі әкім бол, президент бол деген бата болмаған ешқашан. Бізде бай бол дегенде бата болмаған. Байлық қалай жүгіріп атымыз қазір байлыққа. Байлыққа жүгіріп. Бірақ атамыз қазақта молда бол деп бата берген. Қолына су құйған адамға молда бол деп бата берген. Соқтан болыңыз. Осы ойлардан қалай құтылуға болады? Өз жауап. Осыса ағузу биллахи минаш шайтанир ражим деген жиі айтып жүріңіз. Аға, имам әйел неге ала береді, білген істеп жүреді. Рабиға, мен білмеймін не айтып жатқаныңызды. Олай мазақ болсаңыз, сондай мазаққа қалып жүрмеңіз. Егер керек болса, нақтысын айтыңыз. Әйел адам Құран бағыштап оқыса, өмірден өткен адамға бола ма? Неге болмайды? Әйел адам не, адам емес пе не? Тек қана еркек оқысын деген жер жоқ. Әйел адам да оқи береді. Бірақ еркекпен жағаласып оқыған дұрыс емес. Біздің қазақтың әйелдері ешқашан олай жасамайды. Бірақ еркек жоқ кезде, еркектер бар болып білмесе оқи береді. Ютубтан сүре қойсам бола ма дейді кішкентай балаңызға. Шошыса жоқ, өзіңіз оқыңыз. Білген сүреңізді оқысаңыз жақсырақ. Ассалаумағалейкум. Намаз оқуға қанша талпынсам да намазға келе алмай жүрмін. Қандай иманды күшейтсем болады? Болмайтын сылтаулар кедергі болып қалады дейді. Серік бауырым, бұл былай болады. Адам барлығы сол бір нәрсені тыңдап, бір уағыз тыңдап, бір нәрсені тыңдап келе берсе, бұл өмір басқаша болып кетер еді. Уағыздың бәрін тыңдап, жүректері бастап, барлығы сразу намаз оқып, ой дегенде тұрғанда тұрып кете берсе, ондай болмайтын еді.
Өмірде қазір күнәһар адам таппайтын едік біз. Жоқ, ондай болмайды жаным. Соған қуат керек, оған көп комбинация жасау керек. Сен не жұмыспен айналысасың, содан бастау керек. Маңайында достарды тазалау керек. Үйдегі аураны түзету керек, қарым-қатынаста. Одан кейін мешітке бару керек, жиі таң намазда барып отыр. Бір намазды ең болмаса мешітте оқуды өзіңе байлау керексің. Ол үлкен комбинация. Соның бәрін жинағанда иман иншалла көтерілетін болады. Бақара сүресін қойып, үйді тазаласа бола ма дейді. Жоқ, оны ютубпен тазаламайсың үйді пылесоспен тазалайсың, спырғышпен тазалайсың. Үйге Құранды просто ютубпен қосып қойғаннан ештеңе тазаланбайды. Ол кішкене қате түсінік. Сол ютубтағы бір сүрені оқысаң, аузыңмен, өз аузыңмен, бисмиллахир-рахманир-рахим десең, соның өзі біраз тазалауға алып барады жаным. Құр қойып қойғаннан пайда жоқ. Мысалы, асмайыр ма, сондай нәрсе бар. Тамақ ішеді, оны жазады бүйтіп, шөлпілдетіп жейсің да, соны жазып аласың. Немесе соны жазасың да, соны қарны ашқан кезде жаңағы записті қойып қойсаң, қарның тоймайды жаным. Қарның ешқашан тоймайды. Мысалы, сен тамақ ішіп жатқаныңды, кафеге барып, ресторанда отырғаныңды запис қылып ал. Полный запис қыл да, соны қарның ашқан кезде тамақ ішпе. Просто ютубқа қарап отыр записке. Или жаңағы ютубта тамақ ішкендердің видеосын қарасаң, қарның тоя ма? Тоймайды, ол запись болады. Тура сол сияқты сенің жаңа видеозаписің. Қабірде мүлік сүресін оқу уәжіп па, или бақа сүре оқу? Уәжіп деген сөз жоқ. Сүннетке жақын деп айта аламыз. И то сүннет деп айта алмаймыз. Сүннетке жақын амал деп айта аламыз. Мүлік сүресі. Білген сүреңді оқи бер жаным. Ассалаумағалейкум. Некеге келетін көкірегі ояу, ары мен ұяты бар ма, дінді алға қоятын қыз бар ма дейді. Алхамдулилля, осы жерде тола сондай қыздар отырады. Мен бір қызбен жүремін дейді, бірақ неке жоқ, ол күнге жетерміз, бірақ жүргенге Алла разы болмайды ғой, қорқып жүрмін, дұға қылып қойыңызшы ұстаз дейді. Қалай дұға қойын? Не деп айтайын? Көп жүрмесін дейін ба, или вообще жүрмесін дейін ба, қалай? Құдайым өзің көп, не деп айты, қандай сөз қолданатын білмей жатырмын. Тағы жазамын дейді, білгім келеді, осы сұрақты адам қайтыс болғанда иманды болсын деп айтуға болмайды деп естідім. Өлген адамға иман не үшін дейді, рас па? Далбастай береді. Иман тіріге де айтылады, иманды болсын деп, өлген адамға да айтылады. Тірі адам қолыңа су құйып берсе, иманды бол де. Иманды бол деген сөз, иманы қуатты болсын. Жүрегіндегі бар иманы қуатты болсын. Иман қой. Мұсылман қойшы, нәпсі бөрі. Бөріге қой алдырмас ердің ері. Таяқты дейді, иманыңды мықты ұстап қойшы тұрса, жоламаз шайтан ешбір пері дейді. Сондықтан сіз күшіңізді күшейте беріңіз, иманыңызды, иман жүрегіңізді сол жақсы болады.